Eva, Элис, мына динозаврларға қараңдаршы. Алекс, Ева, Элис, мен сендерге қызықты тапсырма ойлап таптым. Маскаларды киіңдер. Динозаврларды іске қосыңдар. Dinozavрларды өшіріңдер. Selam. Сәлем. Sender 30 minut içinde barlıq dinozavrlarda tabuların gerek. Bu tabılğan dinozavrlarda belgileu üçün. Dinozavrlarda tapqandan keyin onlarda осы platformaga qo'yu gerek. Kim eng ko'p dinozavr tapsa, uşatın dinozavr sekirgish uyunda ko'ngilda vaqt o'tkazadi. Dayınsыңдар balalar? Ура, кеттік. Onlardan қалай isteytinin көрейік. Men barlıq жерде dinozavr сыйлықтарын жасырдым. Ол қайда болуы мүмкін? Жоқ. Мұнда динозаврлар бар ма? Мына сүйкімді динозаврға қараңдаршы. Менің алаңдату жоспарым жұмыс істеді. Ева оған түсті. Бұл не? Бұл қызықты көрінеді. Күте тұрыңдар, мен ұмытып кеттім, мен динозаврды табуым керек. Мен біреуін таптым. Бұл көрпе бір түрлі көрінеді. Оның астында бір нәрсе бар сияқты. Тағы бір динозавр. Жоқ, бұл диспенсер. Маған динозавр ойыншығы керек. Мен сені таптым, тентек. Элис, мен мұнда бірінші болдым. 1 2 3 Бұл не? Бұл қызықты. Алекс те оған түсті. Көңілді болыңдар. Мен 2 жұмыртқа аттым. Мына кішкентай динозаврға қараңдаршы. Күте тұрыңдар, мен мұнда бұған келмедім. Маған динозаврларды табу керек. Бөлмені сканерлеу, бастау. Біріншісін таптым. Кел, кішкентай. Four, 5 Бұл жай ғана динозавр бөтелкесі. Маған динозавр ойыншықтары керек. Бұл не? Қаншама динозавр тағамдары. Ева, көп тәтті жеме. Саған ойыншықтарды табу керек. Дұрыс, тәттілер тісіме зиян. Динозаврларды табайық. Тағы біреуі бар. Күте тұрыңдар, тоңазытқышта динозавр болса ше? Six, 7 8 Тағы табу керек. Стап алдым. Мүмкін тағы бар шығар. Бар. Маған асығу керек. 9 10 Мен 3 динозавр тапқаныма сене алмаймын. Түйін тексерейік. Менің жеңіске жету мүмкіндігім бар. Қараңдаршы, динозавр жасырынған. Бұл сәттілік. 16 17 Мен бір
бірнеше динозавр таптым деп ойлаймын. Оларды алуға барайық. Мен жақсымын. Ең болмағанда менде динозаврлар бар. О, тағы да динозаврлар. Кеттік, оларды алайық. Мұнда кел, маған сол динозаврларды бер. Енді менде 5 бар. 22. О, қарап көрейік. О, жоқ, біреу келе жатыр. Бәрі таза. Жуынатын бөлмені тексерейік. Бұл динозаврлы ванна бомбалары ма? Көңіл көтерейік. О, керемет динозаврлар. О, кеттік. Бұл өте көпіршікті. Мына кішкентай динозаврға қарашы. Енді 27. қызғылт және қызғылт сарыны жасайық. Бұлар ойыншықтар емес, олар тым кішкентай. Қара, мен оларды таптым. Менде 3 бар, сәттілікпен таптым. 30. О, қаншама динозаврлар. Енді оларды орнына қояйық. 36. Білесіздер ме, жігіттер, көптеген T-Rex қаңқалары ақш пен Канадада табылғанын? Қара, динозаврлар. Сен шынымен мен сені мұнда таппайды деп ойладың ба? Менімен жүр. О, мен сені таптым. Бұл не? Қарап көрейік. Мүмкін ішінде динозавр бар шығар. Сен өте сүйкімдісің, бірақ мен үлкендерін табуым керек. Маған керегі сол. О, мен кетуім керек. 42. 43. Бұл динозавр ойыншығына ұқсамайды. Бірақ күте тұр, мүмкін ішінде бірдеңе бар шығар. О, бар екен, сені таптым, кішкентай динозавр. 44. Маған керегі сол. 45. О, мен бірнеше динозавр тапқан сияқтымын. Ішке қос. 46. 47. 48. Табуға тек 2 динозавр қалды. Соңғы 2 динозавр осында. Окей. Ура! 49. Я, мен соңғысын таптым. 50. Уақыт бітті. Мен ештеңе таппадым. Есептеп, соңғы нәтижелерді тексеретін уақыт келді. Нәтижелер Ева 14, Элис 14, және Алекс 22. Құттықтаймын, сен жеңдің. Тоқта, мен жеңдім бе? Жарайсың, Алекс. Тамаша жұмыс, Алекс. Мен жеңдім, бірақ бәріміз бірге ойнайық. Өйткені барлық достарыңмен бөлісу маңызды. Есіңде болсын, бұл тек жеңу туралы емес. Бұл бірге көңіл көтеру туралы.
Жануарлар туралы қызықты деректерді білейік. Жарайды, істейік, Ева. Bir oyunшықты ұмытып кеттік, барып табайық. Жүр. Тоқта, Алекс, сен сол дыбысты естисің бе? Иә. Бұл қатты болды. Енді не істейміз? Біз жануарларды қайтадан ойыншықтарға айналдыруымыз керек. О, білемін, сиқырлы таяқша табайық. Тамаша идея, жүр. Білемін, біз жай ғана сиқырлы таяқша жасай аламыз. Жүр, Алекс, барайық. Тамаша, кесіп алайық. Тезірек мен жануарларды естіп тұрмын. Міне біздің сиқырлы таяқшамыз. Бұл жұмыс істейді деп үміттенемін. Алекс, сен бұл дыбысты естіп тұрсың ба? Иә, бұл өте қорқынышты. Сендер қалай ойлайсыңдар? Бұл кім? Арыстан, жолбарыс немесе пантера ма? Бұл ақ арыстан. О, дұрыс айтасың. Ақ арыстандар өте сирек кездеседі. Сондықтан көп жылдар бойы адамдар оларды жай ғана ит деп ойлаған. Олардың ақ жүні түс ингибиторы деп аталатын сирек геннен шығады. Жақсы. Алекс, олар сондай сүйкімді. Мүмкін біз оларды сақтап қаламыз. Жоқ, Ева, біз олай істей алмаймыз. Біз оларды қайтадан ойыншықтарға айналдыруымыз керек. О, дұрыс. Олар сондай сүйкімді. Бізге тағы табу керек. Жүр. Бұл зебра. Зебралардың біздің саусақ іздеріміз сияқты ерекше жолақтары бар екенін білдің бе? Сондай-ақ зебралар өте жақсы жүгірушілер, сондықтан бізде жүгіргеніміз жөн. Сені қайтару уақыты келді. Бұл горилла. Гориллалар әлемдегі ең үлкен приматтар. О, керемет, гориллалар 20-дан астам әртүрлі дыбыстармен сөйлеседі. Гориллалар өте күшті. Олар өз салмағынан өте ауыр заттарды көтере алады. Гориллалар тілін үйрене алады, құралдарды пайдалана алады және мәселелерді шеше алады. Сені ойыншықтарыңа қайтарайық. Бұл құмырсқа жегіш. Құмырсқа жегіштер жәндіктерді жақсы көреді. Олар әдетте құмырсқалар мен термиттерді жейді. Күніне 30:00-ға дейін. Оларда тіс жоқ. Олар ұзын, жабысқақ тілдерін барлық жәндіктерді шаңсырғыш сияқты жинау үшін пайдаланады. Олардың тілдері өте ұзын, 23 дюймге дейін. Қалған ойыншықтарға оралу уақыты келді. Мынаны қара. Бұл алып тынық мұхиттық 8 аяқ, әлемдегі ең үлкен 8 аяқ. Ол көлік сияқты үлкен бола алады. 8 аяқтар түсін құрылымын өзгерте алады. Мысалы, тастар, құм және теңіз балдырлары сияқты. О, қарашы, ол шынымен түсін өзгертті. Мол ылғалды. Бұл альпакалар. Альпакалар өсімдік жегіштер, олар сондай достықты кейде жалғыз болуды ұнатпайды және кейде түкіреді. Альпакалар тамақ немесе кеңістік туралы дауласып жатқанда түкіреді. Ал қарашы, коала өзінің баласымен тұр. Коалалардың өткір тырнақтары және күшті аяқтары бар. Бұл оларға ағаштарға жақсы өрмелеуге көмектеседі. Джоуи деп аталатын коала баласы желе бұршақтың өлшемінде туады. Қандай сүйкімді.
Koalalar күніне 20 сағатқа дейін ұйықтайды. Сенесің бе? Бұл түйе. Түйелер суды өте көп ішеді. Олар бір уақытта 52 галлонға дейін су іше алады. Түйелер шөл далада адамдар мен жүк тасымалдай алады. Өте ыстық, бірақ түйелер жоғары температураға төзеді және қалың жүндері арқасында күнге күймейді. Сені достарыңа қайда апарайық? Менің айдаһар ойыншығымды жақсы көремін. Ой жоқ, менің айдаһар ойыншығым тірі. О, құдайым, бұл мұнда не істеп тұр? Өте қорқынышты. Бұл менің ойыншықтарымның бірі сияқты емес. Ева, бұл менің жаңа айдаһар ойыншығым. Мені құтқарғаның үшін рахмет. Соны көрдің бе? Бұл Клайдстейл жылқысы және сиыр. Клайдстейл жылқысы баскетболшыдай биік және шағын көлік сияқты салмақты болуы мүмкін. Олар ауыр арбаларды, ауыл шаруашылық құралдарын және адамдарға толы кареталарды тарта алады. Сиырлар да өте үлкен және шағын көлік сияқты салмақты болуы мүмкін. Олардың денелері өте күшті. Ей, тоқта. Мен оларды қазір ойыншықтарға айналдыруым керек. Әйтпесе олар бәрін сындырады. Бұл Комодо айдаһары. Комодо айдаһарлары жердегі ең үлкен кесірткелер. Олардың құйрықтары соншалықты күшті. Бір соққы үлкен жануарды құлата алады. Сонымен қатар, олар тілдерімен иіс сезеді. Олар тез жүгіре алады, жақсы жүзе алады және ағаштарға да өрлей алады. Иә. 9, 10, 11. Иә, біз олардың барлығын жинадық. Жігіттер, жануарлардың аттарын және олар туралы деректерді есіңізде сақтағаныңызды тексеру үшін шағын викторина жасайық. Бұл жануардың аты қандай? Бұл ағарыстан. Ал енді бұл жануардың аты қандай? Дұрыс, жігіттер, бұл құмырсқа жегіш. Ал бұл жануардың аты қандай? Бұл тынық мұхитының алып 8 аяғы. Алекс, бұл не, мен барлық жануарларды жинап деп ойладым. Білмеймін, Ева. Жігіттер, бұл мен сендерді алдадым. Ой, сен қу. Ева, Алекс қолтырауындар бір көзін ашып ұйықтай алатынын білдіңдер ме? Жоқ, білмейміз. Бұл өте қызық. Бүгін көп қызықты нәрселер үйрендіңдер деп үміттенемін. Мен біздің динозаврлар коллекциясын жақсы көремін. Бұл өте керемет. Түскі ас уақыты Индоминус Рекс. Ном. Тамақтану уақыты Аллозавр. Ном. Таша, Алекс, біздің стегозавр Индоминус Рекс пен Аллозаврдан әлдеқайда кіші. Оны қалай үлкейтуге болатынын білемін.
Динозавр. Ой, жоқ, біздің динозаврлар барлық жерде. Олар үйді бұзбас бұрын таяқшамды қайтаруым керек. Бұл стегозавр. Стегозаврдың арқасында үлкен сүйек тақталары болған. Бұл жұмыс істейді. Стегозаврды орнына қояйық. Мен динозавр таптым, маған таяқшаны бер. Бұл аллозавр, ол 150 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Аллозавр атауы әртүрлі кесіртке дегенді білдіреді. Бұл ең танымал ет жейтін динозаврлардың бірі. Стадым, қайта орнына барайық. Бұл бақадозавр. Олардың неге сол шиптер керек болғанын ешкім білмейді. Бақадозавр ең қызық көрінетін динозаврлардың бірі. Қайтайық, бақадозавр. Соны көрдің бе? Ой, бұл спинозавр. Оның 7 футтық омыртқасы үшін аталған. Шамамен 100 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Түсіндім. Сені қайтару керек, спинозавр. Ой, бұл грифосухус. Грифосухус динозавр емес, бірақ үлкен жойылған крокодил. Жарайды, мұны жасайық. Ұстадым, грифосухус қайту уақыты келді. Ой, бұл паразауролофус, бұл динозавр ұзын жалы үшін танымал. Бұл жұмыс істеді. Жарайды, динозавр жүрейік. Динозаврлар қайда? Оны мынаған қара. Ой, бұл тиридинозавр. Оның атауы үлкен 3 футтық тырнақтары болғандықтан қайық кесіртке дегенді білдіреді. Ой. Ұстадым, жүрейік. Соны естідің бе? Бұл қонақ бөлмеден шығып жатыр. Мен бір сәтте саған қайта ораламын. Вау, мен тағыма сенбеймін. Бұл мозазавр. Мозазавр мұхиттың шын жыртқышы болған, бірақ ол динозавр емес. Ол алып теңіз бауырымен жорғалаушысы. Сені ішке кіргізейік. Не, тағы біреуі ме? Трицератопс. Оның аты трицератопс сөзбе-сөз 3 мүйізді бет дегенді білдіреді. Екі үлкені көздің үстінде және бір кішісі мұрында. Ол өте үлкен болған. Шамамен 30 фут ұзын, 10 фут биік және салмағы 12 тоннаға дейін жеткен. Трицератопсыңды алдың, сені орнына қайтарайық.
Ол қайдан шықты? Птеродактиль. Птеродактильдер динозавр емес екенін білдің бе? Олар шын мәнінде ұшатын бауырымен жорғалаушылар. Птерозаврлар деп аталатын бөлек топқа жатады. Сені қайтарайық. Бұл брахиозавр. Мынадай ұзын мойын. Брахиозавр басқа динозаврлар жете алмайтын 40 фут биіктікке дейінгі ағаштардың жапырақтарын жей алатын. Ұстадым. Оны естідің бе? Бұл Индоминус рекс. Бұл ойдан шығарылған динозавр. Шын динозавр емес. Оның күш, ақыл, камуфляж және жылу маскировкасы сияқты өлімге әкелетін қасиеттері бар. Сені қайтарайық. Бұл T-Rex. Көмектесіңдер. Тағы біреуі. Көмектесіңдер. Тағы біреуі. Жүгір, Алекс. Тағы біреуін көріп тұрмын. Уайымдамаңдар, жігіттер, мен көмектесуге келдім. Иә, бізге көмектес тез. Бізге көмектес тез. Рахмет, Стеффи. Стеффи, бұл нағыз жолы болған аңшылық болды. Уайымдамаңдар, үйге қайтайық. Жігіттер, динозаврлардың өлшемдерімен енді ойнамайықшы? Иә. Тоқташы, брахиозавр жоқ. Мен оны сыртта ұмытқан сияқтымын. Ой, жоқ. О, жоқ. Динозаврлар.